Ал енді аймақ жаңалықтарына ойысайық. Өңірдің қаңтар-шілде айларында әлеуметтік экономикалық даму барысы онлайн режимде өткен аппараттық кеңесте талқыланды. 7 айдың қорытындысы бойынша көлем 14,4%-ға артып, облыста тұрғын үй құрылысының өсуі байқалады. Тұрғын үй құрылысы өңірде қарқында жүргізілуде. Нәтижесінде 7 айда 270 мың шаршы метрден астам тұрғын үй салынған. Сыртқы саудада да оң динамика байқалады. Облыста тауарлар экспорты 35,5%-ға артқан. Ожидается ввод 271,5. Өнеркәсіп өнімдерін өндіру 2,3 триллион теңге көлемінде күтілуде. Облыстың негізгі капиталына инвестициялар 5% өсіммен 408,9 миллиард теңге сомасында болжануда. Құрылыс жұмыстарының көлемі шамамен 195 миллиард теңгені құрап, 3,2%-ға артты. Тұрғын үй бойынша 271 мың шаршы метр нәтиже күтілуде. Облыстағы металлургия саласында да өсім байқалады. Мәліметке сүйенсек, болат өндіру 23,6%-ға, шойын өндіру 17,4%-ға ұлғайған. Ішкі тауар айналымы 3% өсіммен 1,2 триллион теңге сомасында күтілуде. Увеличение объема прошлого года. Жалпы 7 айдың қорытындысы бойынша өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуының оң динамикасы байқалады. Тұрғын үй құрылысы бойынша жақсы қарқын көріп отырмыз. Инвестициялар тарту бойынша өсім бар. Бұл ретте көлемнің 80%-дан астамы бұл жеке инвестициялар. Даму қарқынын төмендетпеу және барлық белгіленген көрсеткіштерді орындау қажет. Қарағанды облысында 2021 жылға 3,4%-ға экономика өсімі жоспарланған. Барлық тиісті мекемелер жұмысты жандандырып, қойылған межеге жетуді көздеуде. Мақсат Бейсенаев, Зарина Зұлпықар, Сарыарқа телеарнасы.